Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ажурные блинчики деп айтамыз ғой. Кішкене тесік болып шығатын құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Рецепт өте оңай, барлығыңыздың қолыңыздан келеді. Құрамының барлығын описаниеге қалдырып кетемін. Осы құрамдардан 20-25 шақты құймақтар шығатын болады. Ең алдымен біздің ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Сонан соң үстінен 3 ас қасық қантымызды саламыз. Және де жарты шай қасық тұзымыз салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қатты араластырып қажет емес, тек қана біздің жұмыртқалы массамыз көпіршісе жеткілікті. Енді осы жұмыртқалы массамыздың үстінен сүтті құямыз. Сүтіміз бөлме температурасында болғаны дұрыс, немесе микротолқынды пеште кішкене жылытып аламыз. Енді оны жақсылап араластырып, кішкене шетке қоямыз да, біздің бөлек ыдысымызға айранды құйып, үстінен жарты шай қасық содамызды салып араластырамыз. Бұл ыдысты кішкене үлкенірек ыдыс алыңыздар, себебі айран мен сода реакцияға түскеннен кейін кішкене көтеріліп тасып кетуі мүмкін. Енді осы айранымызды біздің сұйық массамызға құйып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Массамызға сұйық майды құямыз. Мен 6 ас қасық сұйық майды құйдым. Сол жеткілікті болады. Сіз қаншалықты сұйық майды көбірек құйсаңыз, сіздің құймақтарыңызды табаға жабыспай, жақсы пісетін болады. Енді осы сұйық массамызға ұнымызды саламыз. Бірден барлық бөлігін салмаймыз. Бірінші жартысын салып, жақсылап венчикпен біріккенше араластырып аламыз да, сонан соң қалған ұнымызды салып, біздің массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін ең соңында қайнап тұрған ыстық суды құямыз, яғни кипятокты құямыз. Бірден барлығын құйып жібермейміз, себебі ыстық судан кейін біздің қамырымыз пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті осылай видеода көрсетілгендей жайлап құйып, венчикпен тоқтатпай араластырып отыруымыз қажет. Сол кезде біздің қамырымыз біркелкі, түйіршіксіз, жап-жақсы болып шығатын болады. Біздің құймағымыздың қамыры дайын. Ол осындай сұйық болып шығуы қажет. Қазір ас қасықпен көрсететін боламын. Осы қасықтан түсірген кезде сұйықтау болып шығуы қажет. Құймақтарды пісіргенге дейін 5-10 минут демалдырып аламыз, яғни сода реакцияға түсуі қажет. Енді табамызды отқа қойып, қатты қыздырамыз, сонан соң барып құймақтарымызды пісіретін боламыз. Бірінші құймақты пісірмес бұрын кішкене ғана сұйық майды құямыз, себебі біздің құймақтарымыздың асты жабыспауы қажет. Және де біздің отымыз орташа оттан кішкене жоғарырақ болу қажет. Сол кезде біздің құймақтарымыз да кестелі, яғни ажурный болып шығатын болады. Бірінші құймағымызды құйдық. Енді осылай асты қыздырғанға дейін пісіреміз. Отты баяулатпаймыз. Құймақтардың шеті қызарғаннан кейін екінші бетіне аударатын боламыз. Осылай лопатканың көмегімен немесе қолмен аударсаңыздар болады, өте оңай аударылады. Байқасаңыздар, ешқандай жыртылмай, жақсылап аударылды, себебі құрамында сүті де және де айраны да бар. Егер де тек қана құймақтарды айранға істейтін болсаңыздар, ол кішкене капризный болуы мүмкін де, жыртылып кетуі мүмкін. Сол себепті құрамына сүтті қостық. Біз қазір екінші құймағымызды пісіріп жатырмыз. Айта кететін жайт, егер де оттың асты қатты болса, осындай ажурный, кестелі құймақтар шығатын болады. Ал егер де отымыз баяуда тұратын болса, біздің құймақтарымыз бір тегіс болатын болады, яғни осындай тесіктері шықпайды. Қазір видеоның соңында көрсететін боламын, баяу отта қандай құймақтар шығады. Және де осылай әр құймақтан кейін сары майдан жағып тұрсаңыз болады. Сол кезде біздің құймақтарымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Біздің құймақтарымыз дайын, олар осындай өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Өзіңіздің қалауыңызша құймақтарды салмасымен бірге ұсынсаңыз болады, немесе бірден осылай дастарханға ұсынсаңыз да болады. Қазір видеода көрсетіп тұрғаным қатты отта дайындалған ажурный блинчики, яғни кестелі құймақтар. Ал қазір көрсететінім, бұл құймақты мен әдейі баяу отта пісірдім, сіздерге көрсету үшін. Осындай баяу отта кестелі емес, бір тегіс құймақтар шығатын болады. Сіздерге менің бүгінгі рецептім ұнады деген сенімдемін. Егер де рецепт ұнап сіздерге жарап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әйгерім. Келесі аптада көріскенше.